Челсидің трансферлік тыйымы, Россинордың командадан кетуі, Мадридті Реалдың жаңа трансферлік рекорды. Жоан Лапорта клуб президенті сайлауындағы жеңісінен кейін жасаған мәлімдемесімен барса, жанкүйерлерін таң қалдырды. Сливочныйлардың трансферлік қателігі, осы және басқа да жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Қайырлы уақыт, достар. Сіздермен бірге аңыз доп арнасы, міндетті түрде лайк басып, қоңыраушаны қосып, арнаға жазылыңыздар. Жазылып қойдыңыздар ма? Онда бастайық. Жоан Лапорта Барселона клубының президенті қызметіне қайта сайланды. Әрине, біздің шығарылымдарды тұрақты көріп жүрсеңіздер, бұл жаңалық сіздерге таныста. Сайланған орта мәлімдеме жасады. Бірден ол Барселонаның есігі Лионель Месси үшін әрдайым ашық екенін айтты. Оның клубқа оралуы тек өзіне байланысты. Лео әрқашан Барселонамен өзі қалағандай байланыста болады. Клубтың есігі оған әрдайым ашық, егер ол клубтың дамуына, күшеюіне және ұлылығын арттыруға көмектескісі келсе, деді Лапорта. Алайда жуырда Барселонамен тығыз байланысты тағы бір тұлға Хави сұхбат берді. Ол Лапортаның Месси туралы айтқан сөздерін жалған деп атады. Оның айтуынша, Мессидің командада болмауы президенттің жеке шешімі. Ал клубтың оны қайтара алмауы туралы айтылатын сөздер тек ресми сылтау ғана. Қазіргі таңда Месси Барселонаға ойыншы ретінде аса қажет емес шығар, бірақ клуб құрылымында ол өте пайдалы тұлға болар еді. Дегенмен, Хавидің сөзінше, Лапорта қызметте отырған кезде аргентиналықтың командаға оралуы екіталай. Тағы бір қызықты жайт, Месси бір кездері клубтың спорттық директоры болуға қызығушылық танытқан. Қазір бұл қызметті Дику атқарып отыр. Мүмкін дәл осы себептен Лапорта оны клубқа қайтарғысы келмейтін шығар, өйткені олардың клубты дамыту жөніндегі көзқарастары сәйкес келмеуі мүмкін. Немесе президентке Дику тиімдірек. Ал сіздер кімге сенесіздер, Хавиге ме, әлде Лапортаға ма? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Айтпақшы, спорттық директор Дику да бұл тақырыпта үнсіз қалған жоқ. Ол бақ сұрағына жауап беріп, Хулиан Альварес жазда Барселонаға ауысама деген сауалға былай деді: әзірге көп нәрсе белгісіз, өйткені 3 ай, футболда өте ұзақ уақыт. Біз қазіргі жағдайға назар аударып, алда не болатынын көруіміз керек. Әлемде мықты ойыншылар көп, бізде де ондай футболшылар бар. Хулиан Альварестің Барселонаға ықтимал трансфері туралы әңгіме әлі де жалғасып жатыр. Бұл тақырып бойынша барлық мәліметті біздің алдыңғы шығарылымдардан көре аласыздар. Бірақ барса, жанкүйерлер үшін жаңалық мұнымен бітпейді. Бақ мәліметінше, Ханси Флик клубпен келісім шартын 2028 жылға дейін ұзартқан. Барлық келісімдер жасалып, құжаттарға қол қойылған. Жақын арада бұл ресми түрде жарияланады. Оның алдына қойылған басты мақсат өзі тәрбиелейтін жаңа буынмен бірге Чемпиондар лигасын жеңіп алу. Жалпы, бұл мақсат Барселона үшін әр бапкерге қойылатын талап десек те болады. Шынын айтқанда, Фликпен келісім шартты ұзарту ешқандай сұрақ туғызбайды. Оның басқаруымен команда жақсы ойын көрсетіп жүр, сондықтан ынтымақтастықты жалғастыру логикалық шешім. Жақында Юрген Клоп айтқандай, бұл сөз негізі Флорентино Переске бағытталған еді. Ол Хаби Алонсоны қызметінен босатқан кезде бапкерді жұмыстан шығармас бұрын оның орнына кім келетінін нақты түсіну керек. Бұл жағдай Ханси Фликке қатысты. Қазіргі таңда Барселона үшін одан мықты бапкер табу оңай емес. Сондықтан оны командада тағы бірнеше маусымға қалдыру ең дұрыс шешім. Ал бұл уақытта Чемпиондар лигасы қайта оралады. Барселонада бұл турнирдегі өнерін жалғастырып жатыр. Әрі тек олар ғана емес. Ал Неймар Бразилия құрамасының алдағы матчтарына шақырту алмады. Карло Анчелотти онсыз ақ құрам жасақтауды жөн көрген. Бұл шешім шабуылшының көңіліне қатты тиген. Неймар бұл туралы былай деді: мені құрамға шақырмағандарына көңілім қалды. Бірақ мен жұмысымды жалғастырып жатырмын. Күн сайын жаттығудан жаттығуға, ойыннан ойынға дейін. Мен өз мақсатыма назар аударып келемін. Біз өз мақсатымызға жетеміз. Құрамның соңғы тізімі әлі алда. Оның басты қорқынышы жақында басталатын әлем чемпионатына қатыса алмай қалу. Айта кету керек, жуырда Неймар мансабын аяқтауы мүмкін екенін де айтқан еді. Шынында да, егер футболшы әлем чемпионатында жоғары нәтиже көрсетсе, мансапты дәл сол турнирден кейін аяқтау қисынды көрінеді. Алайда Анчелотти бұл мәселеге суыққанды қарайды. Турнирде тек ең мықты
Неймар 100 дайын болса ғана әлем чемпионатына бара алады. Қазір оны шақырмадым, себебі ол толық дайын емес. Бізге ең жақсы формадағы ойыншылар қажет. Сонымен қатар ол іріктеу әлі аяқталмағанын айтты. Бағалау әр ойыннан кейін жалғасады. Қазіргі таңда қақпашылардың ішінде Эдерсон, Алиссон және Бенті үздік деп санаймыз. Бірақ біз басқа нұсқаларға да ашықпыз. Тізімде жоқ ойыншылар жақсы ойнап көп еңбек етіп өз деңгейін көрсетуі тиіс. Жалпы әлем чемпионатына баратын құрамның негізі 718 ойыншыдан тұрады. Команданың құрылымы анық. Шабуылда аздау нұсқа, жартылай қорғауда одан да аз, ал қанатта тіпті шектеулі. Сондықтан бапкер құрамға өзіне әлі толық таныс емес кейбір жартылай қорғаушыларды қосқысы келеді. Мысалы, Данило мен Габриэл Сара. Себебі командаға дәл осындай қасиеттері бар ойыншылар қажет. Қорғаныс шебіндегі футболшылар да негізгі құрамға ену үшін талас жүргізуі тиіс. Мысалы, Маркиньос, Габриэл Магаляйнс және Эдер Милитао егер толық қалпына келсе, негізгі құрамға таласа алады. Бізде орталық қорғаушыларға жартылай қорғау шебіне және шабуыл сызығына қатысты белгілі бір күмән бар. Сонымен қатар, ықтимал жарақаттарды да ескеруіміз қажет. Еуропадағы маусым өте тығыз өтуде, біз жақсы формада болып, барлық ойыншылардың дамуына көңіл бөлуіміз керек. Қазір құрамға енбеген футболшыларда соңғы тізімге енуі әбден мүмкін. Мен командаға шақырған екі жаңа ойыншы Ботафого мен Галатасарай сапында жақсы нәтиже көрсетіп жүр деп келтіреді. Испан Карло Анчелоттиның сөзін. Жалпы, бұл жағдайда тек Неймар ғана емес, басқа да көптеген ойыншылар назардан тыс қалған. Анчелоттидің сөзін тыңдасаң, құрам бойынша бәрі дұрыс сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде ешбір позицияда толық сенімділік жоқ. Ал Неймарға келсек, ол енді негізгі құрам ойыншысы деңгейіне толық сәйкес келмеуі мүмкін. Бірақ оны қосалқы құрам ойыншысы ретінде командалық рухты көтеру үшін алу жаман идея емес. Алдағы әлем чемпионаты Лионель Месси мен Криштиану Роналду үшін соңғы турнир болуы мүмкін, ал Неймар сол дәуірдің өкілі. Тіпті бір кездері осы екі футбол аңызының басты бәсекелесі саналған. Сондықтан ол да үлкен футболмен дәл осындай ірі турнирде қоштасқысы келетіні анық. Бірақ оған мүмкіндік туа ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Дегенмен тағы бір маңызды сұрақ бар. Бұл әлем чемпионаты жалпы өтеді ме? Қазіргі әлемдегі жағдайды бәріңіз көріп отырсыздар. Осындай жаһандық турнирді өткізу қаншалықты дұрыс деген сұрақтар туындауда. Өйткені бұл жарыс адамдарды біріктіруі тиіс, ал қазіргі жағдай керісінше күрделі. ФИФА әзірге нақты мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ олардың өкілдерінің сөздерінен белгілі бір алаңдаушылық пен белгісіздік бар екені байқалады. Ал енді келесі жаңалықтарға көшейік. Билл басылымының жазуынша, Реал Мадрид Бавария қорғаушысы Майкл Олисе үшін ресми ұсыныс жасаған. Егер бұл трансфер жүзеге асса, онда ол Реал Мадрид тарихындағы ең қымбат келісімге айналады. Флорентино Перес бастаған басшылық француз ойыншысы үшін 160 миллион еуро төлеуге дайын. Шынын айтқанда, бұл мәміленің жүзеге асу ықтималдығын бағалау қиын. Олисенің деңгейі жоғары екені бәріне белгілі. Бірақ сұрақ, Бавария неге мұндай ойыншыны сатуы керек? Екінші жағынан 160 миллион еуро өте үлкен қаржы. Ал Мюнхендік клуб әрқашан рационалды шешім қабылдаумен танымал. Егер бұл командаға пайдалы болса, олар кез келген ойыншымен қоштаса алады. Сонымен қатар, егер Олисе осылай жоғары деңгейде ойнауын жалғастырса, оған қызығатын клубтар саны да арта береді. Мұндай жағдайда оны ұстап қалу тіпті қиынға соғады. Ал Реал Мадрид сияқты клуб шақырса, кез келген футболшы үшін бас тарту оңай емес. Айта кетейік, Бавария Олисені Кристал Пэлас клубынан сатып алған. Содан бері оның бағасы айтарлықтай өсіп, қазір 130 миллион еуроға жетті. Ал енді Реал 160 миллион ұсынып отыр. Шынымен де ойланатын жағдай. Бірақ біреулердің бағасы өссе, енді біреулердің құны төмендеуде. Мысалы, Джуд Беллингемге қатысты күмәндер пайда бола бастады. Ол нашар ойнап жүр деуге болмайды, бірақ бұдан да жоғары нәтиже күтілген еді. Бұл оның трансферлік құнына да әсер етті. Беллингемнің бағасы тағы 20 миллион еуроға төмендеп, қазір 40 миллион түсті. Бұған дейін ол 180 миллион еуроға бағаланған болатын. Жарақаттар мен бапкерлердің жиі ауысуы оның ойынына әсер етуде. Сондықтан оның дамуы баяулап қалғаны байқалады. Ал керісінше мысал ретінде Педриді айтуға болады.
Барселона ойыншысы соңғы уақытта 20 миллион еуроға қымбаттап, қазір 150 миллион еуроға бағаланып отыр. Бақ мәліметінше, Педри Барселона ойынына Джуд Беллингемге қарағанда көбірек әсер етеді деп есептеледі. Яғни, дәл осылай түрлі сараптамалар арқылы түсіндірілуде, ал сіз қалай ойлайсыз? Қайсысы өз командасы үшін маңыздырақ, Педри ме, әлде Беллингем бе? Пікірлеріңізді міндетті түрде жазыңыздар. Жеке пікірімше, Джудтан бастапқыда тым көп нәрсе күтті, оған үлкен үміт артылды. Бұл кей жағдайда оның ойынына кері әсер етуі мүмкін. Ал Педриге келсек, ол да өте талантты ойыншы ретінде танылғанымен, оған қысым салыстырмалы түрде аз болды. Сол себепті ол өз ойынын бірқалыпты дамытып келеді. Қалай болатынын уақыт көрсетеді. Футбол тек алаңда ғана емес, оның сыртында да өте жылдам өзгеріп отырады. Бүгін сен биіктесің, ертең жағдай мүлде өзгеруі мүмкін. Мысалы, Челсиде тағы да түсініксіз жағдайлар орын алуда. Біріншіден, клубқа жаңа ойыншыларды тіркеуге қайтадан трансферлік шектеу қойылды. Дегенмен соңғы жылдары қаншама футболшы сатып алғанын ескерсек, Тод Бойели бастаған басшылық бұған алдын ала дайындалғандай көрінеді. Клубтың ресми мәлімдемесінде былай делінген: Челси Премьер-лигамен 2022 жылы өз еркімен хабарлаған қаржылық ережелерді бұзу мәселесі бойынша келісімге келгенін қуана хабарлайды. Клуб 10 жылдан астам уақыт бұрын болған ықтимал бұзушылықтарды, соның ішінде толық емес қаржылық есептілікті өз еркімен жариялаған клуб келісім шарттарын толық қабылдады. Енді академия ойыншыларын тіркеуге 9 айлық шектеу енгізіледі. Бірақ бұл тек соңғы 18 айда басқа клубтарда тіркелген жас ойыншыларға ғана қатысты. Қазіргі ойыншыларға, ұлттық құрама футболшыларына немесе алғаш рет тіркелетін 9 жасқа дейінгі балаларға бұл шектеу әсер етпейді. Осылайша, Челси басшылығы бұл шектеу тек академияға қатысты екенін және жазаның жеңілдетілгенін айтып отыр. Айта кету керек, бұл бұзушылықтар Роман Абрамович кезеңінде болған. Қазір ол клубта жоқ, сондықтан команданы толық жазалау әділ емес деген пікір бар. Әзірге УЕФА немесе Ағылшын Премьер-лигасы тарапынан ресми қосымша түсініктеме берілген жоқ. Жанкүйерлер жазда клуб бірнеше мықты ойыншы сатып алады деп үміттенеді. Өйткені Челсидің трансферлік саясатын бақылау әрдайым қызық, алайда өзгерістер мұнымен бітпейді. Лиам Россиньор бас бапкер қызметінен кетуі мүмкін. Бақ мәліметінше, оның клуб басшылығымен келіспеушіліктері бар. Бұл таңқаларлық емес, себебі Байелимен тіл табысу оңай емес. Сонымен қатар, басшылық оның Чемпиондар лигасындағы нәтижесіне де наразы. 1-8 финалда турнирден шығу мұндай деңгейдегі клуб үшін жеткіліксіз нәтиже деп есептелуде. Бұған қоса, команда келесі маусымда Чемпиондар лигасына жолдама ала алмауы да мүмкін. Осы факторлардың бәрі Россиньордың қызметіне қауіп төндіріп отыр. Оның орнына негізгі үміткерлердің бірі Луис Энрике. Журналистер бұл туралы одан сұрағанда, ол: "Мен не айтып тұрғандарыңызды түсінбеймін, және бұл маған маңызды емес. Мен ПШЖ-ның бапкерімін, және осы ұлы клубта жұмыс істегеніме қуаныштымын" деп жауап берді. Сонымен қатар, Хавидің кандидатурасы да қарастырылуда. Ол қазір жаңа клуб күтіп жұмыссыз отыр. Шынын айтқанда, Россиньорды тағайындау басынан-ақ күмән тудырған шешім болды. Кейде Челси басшылығына тәжірибелі бапкерден гөрі айтқанды орындап, көп сұрақ қоймайтын адам қажет сияқты көрінеді, алайда Россиньормен де толық келісімге келе алмаған сияқты. Мүмкін клуб басшылығы трансферлік шектеу болатынын алдын ала білген. Сондықтан олар Россиньорды таңдаған болуы мүмкін. Ал енді жағдай анықталған соң, клуб ішінде күмән пайда бола бастады. Дұрыс таңдау жасадық па? Қалай болғанда да Челси үшін бапкер ауыстыру үйреншікті жағдай. Сондықтан Россиньордың тағдыры жақын арада шешілуі мүмкін.